Интернет роумингте есіммен, iOS-та 2 минутта баптау жолы. Интернетсіз күн жоқ. Баптауларда VPN деректерін жазып, роумингті қосыңыз. Баптаулар мәзіріне кіріңіз. Сотовая связь, сотовые тарифы, eSIM-карта баптарын ашыңыз. Сотовая сеть передачи данныхты ашыңыз. Сотовые данныйын таңдап, келесілерді көрсетіңіз. VPN internet.beeline.kz қолданушы аты мен құпия сөзді толтырудың қажеті жоқ. Дайын. Алдыңғы мәзірге оралып, голос и данные, режим 4G, роуминг данных мәзірлерін ашыңыз. Сотовая связь мәзіріне қайтыңыз. eSIM-де ұялы байланыс деректерін қосыңыз. Смартфонды қайта жүктеп, интернетпен ләззат алыңыз. Интернет болған жақсы, әсіресе роумингте.